Ал мектеп оқушылардың жазға демалысын тиімді ұйымдастыру қажет. Бұл жасөспірімдерді теріс діни ағымдардан сақтандырудың бір жолы. Бүгін Ақтау қаласының прокуроры, қалалық әкімдік өкілдері, мектеп басшылары және этно-мәдени бірлестік жетекшілердің қатысуымен өткен дөңгелек үстелде осыған назар аударылды. Осы орайда түрлі үйірмелердің жұмыс істеуі сөз болып, жиынға қатысушылар өздерінің ұсыныс пікірлерін жеткізді. Ақтөбедегі лаңкестік әрекеттердің салдары туралы айтылып, сақтық шараларын күшейту мәселелері талқыланды. Террористік осал объектілердің жаңағы осы дайындығы кешегі соңғы Ақтөбедегі болған жағдайға байланысты жасөспірімдер арасындағы лаңкестік және терроризмге қарсы профилактикалық жұмыстардың мәселесін қарағанбыз. Соған байланысты қазір болдырмау мақсатында қандай іс-шаралар атқарамыз. Және жаңағы балалардың жаңағы осы қазіргі таңда болып отқан әлемдегі жағдайға байланысты қандай іс-шаралар қолдану керек, жаңағы мектептердегі лагерлерді ұйымдастыру, осы мынау жаңағы кружоктарды ұйымдастыру, сосын жаңағы спорттық кешендердің жаңағы дамуына байланысты бірқатар ұсыныстар болған.